Көпшіліктің сұрауымен Алматы жастары порталында өтініш қалай тапсырылатыны туралы видео нұсқаулықты ұсынамыз. Сонымен кеттік. Ең алдымен сіздерге интернетке қосылған компьютер немесе ноутбук қажет болады. Екіншіден, өзіңіздің электрондық сандық қолтаңбаңыз, былайша айтқанда ECP керек болады. Ол екі файлдан тұрады. Бірінші файл тіркелу үшін, екіншісі қол қою үшін. ECP жоқ болса, оны қайдан аламыз? Алдымен кез келген интернет браузерге кіреміз. Іздеу жолына egov.kz деп жазамыз. Мұны жазған соң, бірінші шыққан сілтемені таңдаңыз. Алдарыңызға еліміздің электрондық порталы шығады. Бұл жерден сандық қолтаңбаны қашықтан алуды таңдаймыз. Содан соң онлайн сұрау сары батырмасын басамыз. Ендігі кезекте қызметті кімге алатынымызды таңдап, GSM, басқаша айтқанда иінді енгіземіз. Теріп болған соң, сұраныс жіберу батырмасын басамыз. Әрі қарай сізге нұсқаулықты оқи отырып, әр электрондық қадам арқылы өзіңіздің қолтаңбаңызды алу қажет. Компьютердің жұмыс үстелінде өзіңізге тез табуға ыңғайлы жерге сақтап қойыңыз. ECP кілтімізді алған соң, енді бізге Алматы жастары порталында өтініш тапсыру қажет. Қайтадан интернет браузеріне кіріп, іздеу жолына Алматы жастары деп жазамыз. Тағы бірінші шыққан сілтемені таңдаймыз. Енді экранымызға Алматы жастары порталы шығады. Бұл жерде кіру батырмасы бар. Порталға кіру үшін ECP кілтіміз қажет. Бірінші файл арқылы порталға кіреміз. ECP кілтін алған кезде сіз өзіңіз оған құпия сөз, яғни пароль құраған боласыз. Сол парольді тересіз. Порталға кірген соң, өтінімді беру батырмасын басамыз. Көрсетілген беттегі барлық жолдарды толтырамыз. Телефон номері, мекен жайы, қызмет саласы тағы басқа. Соңында толтырғанымызды растау үшін екі жерден растау белгісін қоямыз. Енді қол қойып, өтінішімізді жіберу қалады. Біздің видео нұсқаулық сіздерге пайдалы болады деп сенеміз. Қатысыңыздар, баспаналы болыңыздар, достар.